Сәлем достар! Қазіргі таңда Бермуд үшбұрышына көп адамдар таңғалуда. Ал бұл Бермуд үшбұрышының құпиясы неде? Және Бермуд үшбұрышы шайтандар патшалығы ма? Бүгін білетін боласыздар. Бермуд үшбұрышы таңғажайып оқиғалар орын алатын мұхиттағы аумақ. Таңғажайыптылығы алдымен ауа райында болса керек. Мұнда аспанда кәдімгі ақша бұлттан найзағай пайда болса, ал мұхитта лезде пайда болып, сосын ғайып болатын су құйыны болады. Сонымен қатар мұнда алып су иірімдері де бар. Ал екінші бір таңғалдырарлығы Бермуд үшбұрышына барған, немесе үшбұрыштың маңайынан өткен кез келген техника жоқ болып кетеді. Ал Бермуд үшбұрышының қайдан пайда болғанына келетін болсақ, Флориданың оңтүстік бөлігі мен Пуэрто-Рико және Бермуд аралдарының бірігуі арқылы пайда болған. Бұл үшбұрыштың ауданы 1.300.000 квадрат километрді құрайды екен. Ал осы Бермуд үшбұрышында 300-ге жуық қайық батып кетсе, 75 ұшақ апаты болған. Және де 1000-нан астам адам қаза тапқан. Ал бұл үшбұрыштың құпиясы мен сырын әлі күнге дейін ешқандай ғалымдар мен зерттеушілер таба алмаған. Ал бұл Бермуд үшбұрышының құпиясы сыры болуы әбден мүмкін. Өйткені мұншама қайықтар мен кемелер, адамдар жоғалып кетпес еді. Сонымен қатар бұл Бермуд үшбұрышы өзге ғаламшарлықтардан келген деген тұжырым бар. Ал енді келесі сұраққа көшетін болсақ, Бермуд үшбұрышы шайтандар патшалығы ма? 1950 жылы өз мақаласында Эдвард Ван Вайнкл осы территорияны шайтан теңізі деп атады. Ал басқа тілші Вансен Гади өз мақаласында дәл осы аумақты қатерлі Бермуд үшбұрышы деп атағандардың ішінде 1964 жылы тұңғыш болды. Ал неге осы территорияны Эдвард Ван Вайнкл шайтандар теңізі деп атады? Өйткені бұл территорияда техника мен адамдар ғайып болып кеткендіктен және қауіпті болғандықтан бұл территория шайтандар теңізі деп аталды. Ал егерде осы Бермуд үшбұрышы сіздерді таңғалдырса, онда осы видеоға лайк баса кетіңіздер. Сіздерге бұл видео ұнаса, арнамызға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде біздің қызықты видеоларымыздан құр қалмайсыздар. Сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.